Айжан мен Ерланның шаңырақ көтергеніне 3 жыл толды. Алғашқы жылдары екеуі де махаббаттың буымен мас болды. Ерлан жұмыстан келсе, Айжан дастарханын жаяды. Жаңа піскен нанның қош иісі үйді толтырып тұратын. Кеш сайын екеуі бір-бірінің жанына тығылып, болашақ туралы, бала туралы әңгіме қозғайтын. Бірақ уақыт өте бәрі басқа арнаға бұрылды. Бала жоқ, қанша күтсе де үнсіздік. Айжан кейде терезеге қарап отырып, ішінен ғана тіл қатады. Құдайым, мен Ерланды шын сүйем. Бірақ егер бала берсең, ол мені ұмытып кетпей ме? Сол бір үрей оның жүрегін тырнап, әр түн сайын дұға орнына күдікті оймен ұйықтайтын. Көрші Нұргүлдің 3 баласы бар еді. Таң сайын есіктің алдында олардың күлкісін естіп, Айжанның жүрегі тітіркеніп кететін. Балалы үй базар, баласыз үй қу мазар деп күңкілдеп айтқан Ерланның сөзі күні бойы құлағында жаңғырып тұратын. Бір күні екеуі ауылдағы Нұржан деген достарының үйіне қонаққа барды. Нұржан мен оның әйелі Айдана 3 баланың ата-анасы. Балалардың күлкісі мен еркелігі, үйдің шуылы Айжанның ішіндегі жараны тырнады. Қайтар жолда Ерланның жүзі сұрланып, көлік айдап келе жатып ауыр күрсінді. Қашан біз де осылай баламыздың дауысын естиміз, Айжан? Сол түннен бастап Ерланның мінезі өзгере бастады. Айлар жылға айналды, уақыт өтіп жатты, бірақ Айжанның құрсағы бос. Ауылдың қарт кемпірлері не болды, бірдеңең бар ма деген сияқты елдің сыбысы көбейіп, Ерланның сабыры азайып бара жатты. Емшіге де барды, дәрігерге де көрінді. Бәрі екеуің де саусың дейді, бірақ бала жоқ. Айжанның ішін жалмаған бір ғана ой болды. Мүмкін кінә менде емес шығар, мүмкін Ерланда шығар. Бірақ оны айтуға қорықты. Себебі соңғы кездері Ерланның көзіндегі мейірім сөніп, орнын салқындық пен ашу алмастырып алған. Түнде кешіксе, қайда жүрсің деп сұрайды. Дыбысы қатқыл, түрі тас. Айжанның жүрегі дір ете түседі. Үйдің іші суып қалғандай. Күндердің бір күнінде Ерланның туған інісі Нұрбек қала жақтан келді. Жас болса да бойшаң, сымбатты жігіт. Айжан оны үнемі өз бауырындай көретін. Нұрбек жиі қона келіп, үйдің шаруасына көмектесетін. Бір күні кешкісін Ерлан жұмыстан қайтпай қалды. Айжан ас үйде ыдыс жуып тұрғанда Нұрбек кіріп келді де, «Ағам бүгін жолда қонып қалады», деді жайбарақат. Айжан басын изеді, бірақ жүрегі әлденеден мазасызданды. Сол түні далаға жел кіріп, үй іші тып-тыныш болып қалды. Нұрбек дастархан үстінде шай ішіп отырып, Айжанға ұзақ қарады. Көңілінде біртүрлі ауыр тыныштық орнады. Сол сәт Айжанның өзінен өзі көзінен жас шықты. «Неге жылайсыз?» деді Нұрбек ақырын. «Білмеймін», деді ол сыбырлап. «Шаршадым бәрінен». Бұл сөз ішіндегі тұншыққан мұңның сыртқа шыққан алғашқы тамшысы еді. Осы сәттен бастап олардың арасында бір көзге көрінбейтін байланыс пайда болды. Айжан оны түсінгісі келмеді, бірақ жүрек кейде ақылдың сөзін тыңдамайды. Көктем еді, түн тыныш, үй іші қараңғы. Ерлан тағы да үйде жоқ, телефонда үнсіз. Айжан жалғыз өзі жатты. Сырттағы ай сәулесі пердеден сығалап, оның жүзін бозартып тұрды. Осы сәтте есік баяу сықырлап ашылды. «Нұрбек, ұйықтап қалдың ба, жеңеше?» деді ақырын. Айжан селк кетті, бірақ ештеңе демеді. Нұрбек үстелге бір шынаяқ шай қойды. «Сізге ауыр боп жүр ғой, ағам көңіл бөлмейді, жиі ренжітеді», деді көзін тайдырып. Айжан үнсіз ғана иегін изеді. Көздері еріксіз түйісті. Сол сәт жүрегінің дүрсілі құлағын жапты. Жанарында жылдар бойғы жалғыздық, мұң, сағыныш, түсініксіз жылу. Нұрбек те соны сезді. Секундтар ұзақ жылдай созылды. Ол жақындап келіп, Айжанның қолы дірілдеп шай төгіліп келді. «Қой, болмайды», деді ол, бірақ даусы әлсіз шықты. Нұрбек бір сәтке кідіріп, сосын жай ғана «Мен сізді ешкімге бергім келмейді», деді.
сіздей нәзік үлбіреген келіншектің бұлай мұңайып көңілсіз болып жүруіне жол бермеймін деп шаштарын сипады. Көздері түйісті. Жаймен көйлегін ағытты. Оянып тұрған серігін шығарып ырғылап істе бастап кетті. Рахатқа батқан Айжан бір сәт күйеуін ұмытып денесі балқи түсті. Сол түн екеуінің тағдырын өзгерткен түн болды. Айжан ертеңіне айнаға қарап тұрып өзін танымай қалды. Көзінде ұят, қорқыныш, бірақ бір түрлі тыныштық бар еді. Жаны бір сәтке тыныштық тапқандай. Бірақ дәл сол сәттен бастап кінә атты түнек оның жанына мықтап қонып алды. Қайта бұрынғыдай болу енді мүмкін емес еді. Айлар өтті. Айжанның бойында бір түрлі өзгеріс байқалды. Басында мән бермеген, бірақ жүрегі жиі айнып, ұйқысы қашып, тамаққа зауқы соқпай қалды. Бір күні дәріханадан тест алды. 2 сызық. Сол сәт өмірін 2-ге бөлген күн болды. Күні бойы есеңгіреп жүрді. Құдайдан бала тілеген жылдары көз алдына тізіліп өтті. Кешкі намаздан кейін иығына шәлі жамылып тізерлеп отырды. Жаратқан, сен менің тілегімді қабыл еттің, бірақ неге дәл осылай? Дауысы дірілдеп, жас бетін жуып кетті. Ерлан бұл жаңалықты естігенде көзіне жас іркілді. Рас па Айжан, деді қуаныштан көзі жайнап. Айжан күлімсіреді. Бірақ күлкісінде қуаныштан гөрі қорқыныш көп еді. Ерлан оны құшақтап алып айналып толғанды. Сол күннен бастап оның мінезі де өзгерді. Кеше ғана айқайлап, ұрысып жүрген еркек енді әйелінің әр қимылына көз салып, әр тәбетіне қуанып жүрді. Айжан үшін қуаныш емес, азапқа айналды. Кеудесінде кінә, ішінде қорқыныш. Нұрбек болса ауылдан кетіп қалған. Айжан оны соңғы рет көргенде оның көзінде үнсіз өкініш бар еді. Сіз бақытты болыңыз деген еді кетерінде. Бірақ бақыттың ізі Айжанның өмірінен баяғыда өшкен. Күніне 10 рет келіп, түн сайын 10 рет жылап жүрді. Бала көтергеніне қуанғанымен шындықтың салмағы күн сайын жанын езді. Құрсағындағы тіршілік Құдайдың сыйы ма, әлде жазасы ма? Бұны тек уақыт қана көрсететін еді. Айлар сырғып өтті. Айжанның іші үлкейіп, жүзі нұрланып келе жатты. Ерлан болса бұрынғыдан да мейірімді. Әйелінің аяғы ауыр екенін мақтаныш көріп, елге Айжан екеуміз көп күттік қой, енді Алла жар болды деп айтып жүретін. Бірақ Айжанның жүрегі тыныш емес еді. Түн сайын оянып кетеді. Түсінде бір ғана жүзді көреді. Нұрбек, ол үнсіз тұрып, әрқашан бір сөзді айтады. Бұл баланың кінәсі жоқ, Айжан. Айжан шошып оянып, жүрегін ұстайды. Күйеуінің қасында жатқанынан ұялып, теріс айналып жылайтын. Ол енді күнәсін тек өз жүрегінде ғана емес, өз құрсағында да сезінетін. Бір күні Ерланның шешесі келді. Айжан, баланың айы күні жақындап қалды ғой, енді дәрігерге жиірек көрін, деді жылы жүзбен. Иә апа, деп Айжан басын изеді. Бірақ сол күні бәрі өзгеше болды. Кешкісін Ерлан үйге мас күйінде келді. Бұрын ондай мінезі жоқ еді. Есіктен кіре сала, Айжан, сен маған адалсың ба өзі, деді кілт тоқтап. Дауысы біртүрлі, ашудан емес, күмәннен дірілдеп тұр. Айжан сескеніп қалды. Не айтып тұрсың, Ерлан? Сенің ішіңдегі бала менікі ме өзі? Айжанның қолынан шайнек түсіп жерге соғылды. Не дейді? Кім айтты саған мұны? Ауылда әңгіме жүр. Біреулер сені менің ініммен көріпті дейді. Нұрбек қой, деп Ерлан айқай салды. Ол сөз найзадай қадалды. Айжанның дауысы шықпады. Ерлан жақындап келіп иығынан ұстай сілкіледі. Айт, рас па? Көзінен жас ақты. Ерлан, сен мені түсінбейсің. Ол менің әлсіздігімнің сәті еді. Демек рас қой, деп Ерлан ашуға булықты. Ол әйелінің жағын ұрып жіберді. Айжан құлап түсті. Бірақ өзін емес, ішін құшақтап қорғай берді. Сол түні бүкіл үйдің іші айғаймен көз жасқа толды. Ерлан үйден шығып кетті. Ал Айжан еденде отырды. Жүзі аппақ, көзі өліп қалғандай. Келесі күні ол ешкімге көрінбей ауылдан қалаға кетті.
Жолда көзінен жас тыйылмады. Мен не істедім? Бұл баланы не күтіп тұр? Қалаға жеткенде дәрігерлер қабылдады. Бәрі жақсы деді, бірақ дәрігердің бір сөзді қатты тиді. Сіз қатты күйзеліп жүрсіз. Жүкті әйелге мұндай стресс қауіпті. Өз-өзіңізді аяңыз. Айжан басын изеді, бірақ енді өзін аялауға себеп қалмағандай еді. Ерланның айқайы, соққысы, анасының бейнесі, Нұрбектің үнсіз жүзі бәрі араласып жан дүниесін улады. Сол түні Айжан бір шешімге келді. Ол кішкентай үйдің шетіне барып тізерлеп отырды. Жаратқан, егер бұл бала менің жазам болса, мен оны көтерем. Бірақ оны жазалама, тек мені кешір. Көзінен жас емес, өмірі ақты. Қараңғы түнде жалғыз отырған әйелдің жүрегі енді қайтып бұрынғыдай соқпады. Айлар өтті. Күндер үнсіз, түндер ұзақ. Айжанның жүкті шағы ауыр еді. Дәрігерлер жиі бақылауға алды. Бірақ оның көзінде өмірдің нұры өшіп кеткен. Тек іштегі нәресте ғана оны жерге байлап тұрғандай. Босанар түн жақындағанда аспанда түнеріп тұрды. Жаңбыр жауып, найзағай ойнап қала үстіне сұр мұнар түсті. Айжан толғақ қысқанда жанында ешкім болмады. Жедел жәрдем шақырған көршісі ғана есік ашып берді. Ауруханада бәрі тез болды. Түн ортасында найзағай жарқ еткен сәтте әлсіз жылаған сәби үні естілді. Қыз бала, ақ халатты дәрігерлер бір-біріне қарап үнсіз қалды. Ананың жағдайы нашарлап бара жатты. Қан қысымы түсіп кетті. Жүрегі әлсіздеп барады. Айжан көзін әрең ашып, дәрігердің қолынан ұстап, «Қызым аман болсын, аты Шолпан болсын» деді. Содан соң көзі мәңгіге жұмылды. Сол түні Ерлан үйінде жалғыз отыр еді. Телефоны шыр етті. «Дәрігермін, әйеліңіз босанды, бірақ кешіріңіз». Телефон жерге түсіп кетті. Ерлан орнынан тұра алмай қалды. Басына найзағай түскендей бәрі бір сәтте күйреп түсті. Күнә, ашу, айғай бәрі бос екенін енді ғана түсінді. «Айжан, мені кешір» деді тізерлеп. Ертеңіне перзентханаға жетті. Шолпанды қолына алды. Қыз кішкентай, әлсіз, бірақ көзі тура анасының көзі. Сол сәт Ерланның жаны шыдап тұра алмады. Жылап тұрып баласын маңдайынан сүйді. «Сен анаңның нұрысың, мен енді сен үшін өмір сүрем». Нұрбекті естіді. Ол алыста басқа қалада жұмыс істеп жүрген. Естіп дереу оралды. Перзентхананың алдында Ерлан екеуі үнсіз кездесті. Қарама қарсы тұрып, екеуінің көзінде өкініш, бірақ кінә емес күйзеліс. Ерлан үнсіз баланы қолына ұстатты. «Міне, Айжанның аманаты. Бұл бала менікі емес, бірақ мен де оны кінәсіз көрем». Нұрбек сәлен кейіп сәбидің маңдайынан сүйді. «Сен анаңның жарығы бол». Айжан жерленді. Күн салқын, аспан жылағандай. Ауыл адамдары үндемей тұрды. Уақыт өтті. Шолпан өсіп келе жатты. Ерлан оны жалғыз тәрбиеледі. Нұрбек анда-санда келіп үнсіз көмектесіп жүрді. Қыздың көзінде анасының нұры, күлкісінде оның мейірімі бар еді. Айжан кетсе де, оның ізі тірі жүректерде қалды. Күнәһар да, кінәсіз де, бәрі тағдыр алдында тең еді. Көп жылдар өтті. Шолпан бой жетіп, сұлу қыз болды. Әкесінің жалғыз үміті, жалғыз қуанышы да осы еді. Ерлан қартая бастаған. Шашына ақ кіріп, жүрісі баяулағанымен көзіндегі мұң әлі өшпеген. Кейде қызына қарап отырып, үнсіз жымиып қояды. Дәл анасының күлкісін көргендей. Бір күні Шолпан үйдің төріндегі ескі сандықты ашты. Сандықтың түбінен ескі дәптер шықты. Сары беттері сарғайып кеткен. Иісі біртүрлі таныс. Қолының ұшы дірілдеп ашып қалды. Бірінші бетте «Қызым, егер бұл хатты оқып отырсаң, мен бұл дүниеде жоқпын» деген сөз. Шолпанның жүрегі диретті. Дауыстап оқи бастады. «Мен сенің жүзіңді көре алмай кетуім мүмкін, бірақ сен менің ең үлкен арманымсың. Көп жылдар бойы бала тіледім. Құдай мені сынады. Кейде адам баласы тілегіне өз қолымен күнә қосады. Мен де солай еттім, бірақ сен кінәсізсің. Сен күнәмнің емес, кешірімнің нышанасысың. Егер біреу саған өткенім туралы айтса, қорықпа.
жек көрме, өйткені менің ең соңғы дұғам сенің амандығың еді. Әкең сені қатты жақсы көреді, оны ренжітпе. Әр таң сайын көкке қарасаң, мен саған қарап тұрмын. Мейлі анаң күнәһар болсын, бірақ жүрегінде махаббат бар еді. Көзінен жас ыршып кетті. Жүрегі езіліп, дәптерді құшақтап еңіреп жылады. Анашым, мен сені ешқашан жек көрмеймін. Сол түні Шолпан көк аспанға қарап жатты. Көзін жұмып ақырын сыбырлады. Мен сенің артыңнан ұялмаймын, анашым. Сен мені өмірге алып келдің. Мен енді адал өмір сүрем. Таң атып келе жатты. Ерлан оянып, қызын көріп жымиды. Қолында анасының ескі дәптері бар. Оқып шықтың ба, деді жай ғана. Шолпан үнсіз бас изеді. Анаң сенің жаныңда, қызым. Тек соны ұмытпа. Жылдар өте Шолпан өзі де ана болды. Бала туғанда дәрігер есімін сұрағанда ойланбастан Айжан деп айтты. Сол сәтте бір жылы леп бетіне тиді. Мейірім мен кешірімнің иісі секілді. Бәлкім, бұл анасының рухы болған шығар. Өткеннің күнәсі ұмытылмайды, бірақ кешірім арқылы жеңілдейді. Әр адам қателеседі, бірақ аналық жүрек бәрінен биік тұрады. Өмірдің ең үлкен сабағы сүйе білу және кешіре білу.